Армысыз, назарларыңызда ақша әлемі. Бұл ақшаны жақсы көретіндерге және оны әлемде қалай жасайтынын білгісі келетіндерге арналған бағдарлама. Бүгін біз камбоджалық риел жайында айтатын боламыз. Риел сөзінің шығу тарихы жайында бірнеше болжам бар. Біреулер оны Меконг өзенін мекен ететін осы аттас шағын балықтармен байланыстырады. Ал басқалары оның негізі мексикалық реалда жатқанын айтады. Өйткені құрамында күмісі көп монеталарды 19 ғасырда Камбоджадағы Малай, үнді және Қытай саудагерлері көп қолданған. Ал ресми қаржы әлемінде камбоджалық риел жайында мынадай ақпараттар бар. Эмитент және айналым аумағы. Камбоджа корольдігі. Қолданысқа енген уақыты 1980 жыл 20 наурыз. Айналымда монеталар және банкноттар түрінде бар. Монеталар 50, 100, 200 және 500 риел. Банкноттар 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 және 100000 риел. Камбоджа билігіне қызыл кхмерлердің келуіне байланысты 1975 жыл мен 1980 жыл аралығында айналымда ешқандай ресми ақша болмады. Яғни нарықта шетелдік валюталар кеңінен қолданылды. Бірақ халықтың басым бөлігі есеп айырмасында күрішті пайдаланатын. Тіпті риелді айналымға енгізгеннен кейін де қоғам бұрынғы әдетінен арыла алмады. Қазірдің өзінде Камбоджа тұрғындары түгелдей дерлік ақш долларларын қолданады. Олардың көпшілігі 90 жылдардағы Біріккен ұлттар ұйымы бітімгершілік операциялары кезінде көшіп келген болатын. Ал риелдер тек шағын қаржы операцияларында ғана пайдаланылып жүр. Ақшаның құнсыздануына және бағасы жоғары монеталардың шығарылуына байланысты 50, 100 және 500-дік банкноттарды айналымнан кездестіру мүмкін емес. Қазіргі валюта бағамы бойынша бір қазақстандық теңге 12 камбоджалық риелге тең.